Құрметті мұсылман бауырларым, каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Өмірде тартып та, сатып та, тауып та, сұрап та ала алмайтын ең үлкен байлық денсаулық. Денсаулықты барында бағалайық. Өмірде не тілесең, өзіңе қайтады дейді. Бүгін баршаңызға жақсы көңіл күй, денсаулық тілеймін. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат болсын. Аллаға шүкір, күнді шуақты еткен, жүректі иманды еткен, ойға сабыр берген, барға шүкір еткен, мейірімді Аллаға мыңда бір шүкір. Жақсы сөзді жаттасаң, хат болары ақиқат, ағайынды мақтасаң, жақ болары ақиқат, жақсы тайды баптасаң, ат болары ақиқат, үлкендерден бата алсаң, бақ қонары ақиқат. Бір-бірімізді көре алмайтын емес, көре алмаса тұра алмайтын мұсылман болайық. Адам мәртебесімен өлшенбейді, адам құндылықтарымен өлшенеді. Сыйластық ол ең үлкен иманның дәрежесі. Жақсы сөйлеп, жақсы ойла, бақыт қонар. Сәттілікті ойласаң, серік болар. Жетістікті қаласаң, шын ниетпен, көп күттірмей бір күні келіп тұрар. Есіктен кірген жақсылық, төрге қарай беттесін. Сол беттеген жақсылық, өмір бойы кетпесін. Жақсылыққа құмар болсын жаныңыз, жеткенше күш пен қуат әліңіз. Өзгелерден қанша көңіл қалса да, өзгермеңіз, жақсы адам боп қалыңыз. Амансыз ба жақсы жан? Жақсы күн, жақсы өмірге себеп болар. Жақсы сөз жан дүниеңе керек болар. Жаныңызда жақсы жандар жүрсе егер, жақсының сөзі жаныңызға медет болар. Өлшеп берген өмірді сүруден еш шаршама, құлазыған көңілден көзіңнен жас тамса да, күліп қара өмірге күлімдеуден шаршама, күліп өмір сүре бер, аяғыңнан шалса да.